Әкемнің туған жері ежелгі Торғай өңіріндегі Қызбел кеңшары екен. Ерте кезде тағдырдың айдауымен туыстармен бірге Көкшетауға келіп, анама үйленіп, қоныс теуіп қалған. Інісі Дүйсен отбасымен атамекенімізге барамыз деп, бірер жыл бұрын сол жаққа көшіп кетті. Інімді қаңғытып жалғыз жібермеймін, бірге барайық деп, әкем сонда қоныс аударды. Әрбір жер қастерлі ғой. Қызбелде сонда туып өскен әр адамға ыстық. Осында Оян қазақ деп жар салған алаш арыстарының бірі атақты ақын Міржақып Дулатовтың шыр етіп дүниеге келген киелі мекені. Әкем тиым салынған атын атауға қорқатын уақыттың өзінде жиналған жұрт арасында үй ішінде Міржақыпты аузына алып, өлеңдерін айтып, мақтап отыратын. Бірақ жасыл ормандары, биік таулары, айдың көлдері бар жер жаннаты көгілдір Көкшетау өңіріне үйренген, соған бауыр басып қалған біз Қызбел аймағына тосырқап, жатырқап қарадық. Мұнда көп ағаштар жоқ. Жазық кең дала, Қызбел тауы бар. Іргеде Қоңыраулы өзені ағып жатады. Кеңшар орталығындағы Ақсуат орта мектебіне жаяу барып келеміз. Мен 4-ші сыныпта оқимын. Мектеп кітапханасына үйір болып алдым. Үзіліс кезінде кітапханаға барып, түрлі әдебиеттерді ақтарумен ақын жазушылардың кітаптарын жаздырып, үйде бас алмай оқып шығамын. Көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысып, ән айтамын. Бірде ата-аналар жиналысына арналған концертте Ришат пен Мүсілім Әбдуалиндер шырқайтын «Туған ел» әнін балаң даусыммен орындадым. Жиналған әйелдер жағы қайтсын-ай, туған елін сағынып жүр ғой, деп көздеріне жасалған есімде. Расында да туған жерімді үнемі сағынатынмын. Біз бұл жаққа неге көшіп келдік? Маған ұнамайды, ауылға қайтайық, деп апамды, анамды солай атайтынмын, мазалаймын. Құлыным-ау, әкеңнің туған жеріне келдік. Жатырқап жүрсің бе? Әлі-ақ үйреніп кетесің, деп құшақтап, басымнан сипап, иіскеп, бетімнен сүйіп жұбатады. Менен 2-3 сынып жоғары оқитын 2 әпкем де жаңа орынға көндіге алар емес. Бізді қойшы, үйдегі мал, әсіресе жылқылар, Қызбел даласын жерсінбеді. 2 бие құлындармен байтал қосылып, Көкшетау жаққа қарай қаша береді. Адам түгіл жылқылар да туған жерін аңсайды. Іздейді екен. Үйірге қосып жылқышыларға тапсырсақ та, ауық-ауық зытып та отырады. Әкем бірнеше рет атпен қуып кейін қайтарды. 2 рет бүгінгі Ақмола облысының Есіл станциясына дейін қашып, оларды әзер тауып жүк машинасына тиеп әкелді. Тіпті бой бермеген соң, аяқтарына тұсау мен шідер салып, ауылдың іргесінде бағатын болдық. Сөйтсек те бір рет көк бие берік деген шідерді үзіп, сытылып кетті. Жалғыз өзі қашып әжептәуір шақырымға ұзаған. Әйтеуір ауыл адамдары дер кезінде байқап қалып хабар берді. Әкем тағы да
басшылардан көлік сұрап, көк биені орта жолдан ұстап алды. Таңертең суарып, қарға жібереміз. Күн бойы бақылап, кешке қораға кіргіземіз. Биелер тыпыршып, бір орында әзер тұрады. Осқырынып кісінейді. Әй, сендер бізді қайда келдіңдер? Көкорай шалғынды жеп, көк майсаға аунап-қунап, көлге шомылып, еркін чапқылап, бойымызды жазып жүруші едік. Күн ыстықта тауларды сағалап, орманның ішіне кіріп, жапырақтардың көлеңкесінде самал желге желпініп жатушы едік. Енді ауызға шөбі жөнді ілікпейтін тап-тақыр алаңқайға жайып, емен қарағай қайыңы жоқ, жазықта ұстап отырғандарың мынау, деп айтатын секілді. Егер жылқыларға тіл бітсе, дәл осылай деу мүмкін. Бұрын жалдары күдірейіп, топ-толық жондары күнмен шағылысып жылтырап, күйлі көрінетін. Келгеннен бері санеттері салбырап, қабырғалары арықтап, ырсиып кетті. Түрлері жүдеп жадаған, көздерінде ұшқын жоқ, жылқы-кеш жылқы да жарық дүниеге келген мекенін сағынады. Қанша қашықтыққа кетсе де, туған жерін ұмытпай, есінде сақтауы ғажап емес пе? Біз адамда ғана ес бар дейміз, сөйтсек жылқыда да ес бар екен. Әйтпесе осы жылқылардың жаңылыспай есіл станциясына шейін қашып, Көкшетау жақты бетке алуын немен түсіндіруге болады? Есі жараланып, жадынан айырылғанда да, адасқанда және басқада жағдайларда аттар қателеспей тұп-тура үйіне, не көздеген орынға барады ғой. Бабаларымыздың жылқыны ердің қанатына пыраққа балап қастерлеуі бекерден бекер емес қой. Көк бие бәрінен ақылды. Жылқыларды пытыратпай, үйірден өзі бастап алып шығады. Көк биеде үлкендер жағы атап кетіпті. Үйіріне көз салсаң көк емес, терісінде ақ теңбіл, нүктелер, көгілдірлеу түс бар. Соған қарап, көк бие деген тәрізді. Жаңа мекенді қорашсынып, жерсінбей, елге қарай елеңдеп, қашуды бастап жүргенде өзі. Мені көргенде шұрқырап, кісінеп, желе жұртады. Жаныма тоқтап, басын шұлғып амандасқандай болады. Қашып қайда барамыз? Барлығына төземіз. Айтқандарыңа көнеміз, бірақ бұл жерде тұру қиын, туған елге оралайық, дейтін сияқты. Жанары жәудіреп, ноқтамен жетелеп келе жатсам, арқамнан басымен түртіп, оқтың ба дегендей белгі береді. Жылқыларға жаңа жер жақпады. Тай Қоңыраулы өзеніне суға кетіп, қаза болды. Көк бие құлын тастады. Жабағы үйірде жүргенде аспаннан найзағай түсіп мерт болды. Алайда соның бәріне әкем мойыған жоқ. Көк бие бар ғой, бұйыртса тағы құлындар, орында бар оңалар демекші. Орны толар. Мен үшін көк биенің орны бөлек. Ерекше жаралғандай. Құлын кезінен мәпелеп өсірдім. Адам секілді түсінетін сияқты. Көрмейсің бе, бөтен жерге келгенін біліп, әлі көндік алмай жүр. Обалына қалдым ба жануардың, дейді. Ол ойлы қалыппен.
Айтса айтқандай келесі жылы көкбие құлындады. Жазға қарай үйірден әкелдік. Құлыны кішкентай, түсі өзіне тартқан, көгілдірлеу. Тынымсыз жүгіре береді. Сүйсіне қарайсың. Көкбие еміреніп аймалайды, жақсы көреді. Апам желіге байлап, биені сауып, қымыз дайындауға кірісті. Құлынды кішкене емізеді де, күніне бірнеше рет сауып, саумал қалпында шелекке қояды. Көбіне жуып тазалап, ағашын көбіне тобылғының түтінімен ыстап, соған саумалды құйып толтырады. Кешке қарай бәріміз піспекпен кезек-кезек пісіп, дәмін келтіруге күш саламыз. Ертесіне апам қымызды тостағанға құйып береді. Иісі қандай жағымды. Тәтті. Үйдің ішін аңқытып алып кетеді. Дәмі қышқыл болса да тіл үйіреді. Ішкің келе береді. Көкбиенің қымызы берекелі. Бізге де, келушілерге де жетеді. Көкбие қымызының дәмдісін ай деп, ауыз тиген қонақтар таңдай қағады. Апамның айтуынша, көкбие құлын кезінен өзгеше болыпты. Алғаш үйге келгенде еркін сезініп қуанғандай, ерсілі-қарсылы шапқылап жүрген. Үйірден бөлінгенде енесінің алдынан шығып, ойнақ салып еркелейді екен. Отбасымыздағы кісілерді танып, қолдан ұсынған тағамды жеп, бәрін иіскеп, бауырмалдық танытқан. Сыңайлы. Көкбие біздің әулетімізге ырыс сыйлағандай. Сол арқылы үйге мал бітіп, көбейіп, әке-шешем еңселерін көтеріпті. Екеуі де көкбиені қадірлеп, дұрыс күтіп ұстайды. Ал мен Көкшетауды сағынамын. Қанатым болса туған жерге ұшып кеткім келеді. Кіндік қаным тамған ауылымды, бірге оқыған құрбыларымды көз алдыма елестетіп, түсімде көремін. Ел жақта тұратын шолпан тыныштық әкелеріме мен Көкшетауды, туған жерімді сағындым. Бұнда тұрғым келмейді. Көшіп алыңдар. Деп дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың туған жер өлеңіндегі неткен байтақ, неткен ұлы жер едің, нендей күйге жүрегімді бөледің, сенде тудым, сенде өстім, сенде өлем, арманым жоқ, бұл дүниеде дер едім, деген шумағын келтіріп, тебірентіп хат жазамын. 6 әпкем бар. Солардың ішінде еті ширағы, бас көтеретін пысығы, қайсар мінезді, тыныштық тәтем. Ол бізге шыдай тұрыңдар, жағдайларыңды түсінемін. Айналайын інім, сенің сағынышқа толы қатыңды туған жер жайлы Қасымның өлеңін оқып жылап алдым. Аман болсақ сендерді елге көшіріп әкелеміз деп мені шуатып егіле жауап берді. Күйеуінің қас қабағына қарап, жеттей бала шағасын бағатын тәтемді қайтып кінәларсың.
Мен Ақсуат орта мектебінде 4 сыныптан 6 сыныпқа дейін 3 оқу жылы бойы оқыдым. 1971 жылдың жазында 6 сыныпты бітіріп 3 айлық демалысқа шықтым. Үйдің жанында жүргем. Есік алдына гүр етіп жүк машинасы тоқтай қалды. Жалт қарасам, тыныштық тәтем көліктен түсіп жатыр. Ботам-ау, амансың ба? Деп тәтем мені жалма-жан құшақтап бетімнен сүйіп жатыр. Қасында өзім туған мәдениет ауылындағы жүргізуші Сүйіндік деген кісі. Үйден апам, әкем, әпкелерім шығып, жүзіміз бал-бұл жайнап, қуанып жатырмыз. Біраз уақыттан соң адасып артта қалған жақсылық жездем тіркемесі тіркелген 2 зил машинасымен келді. Келесі күні заттарды, малды тиеп, жұртпен қоштасып жолға шықтық. Жаз бойы күн қапырық ыстық. Анда-санда аялдап жүріп келеміз. Қостанай облысының Саркөл ауданынан асып, Көкшетау облысындағы Рузайып ауылының шекарасынан өтіп, ішке ене бергенімізде желке тұсымыздан тасыр-тұсыр еткен дыбыс шықты. Тып-тыныш жатқан жылқылар өре түрегеліп, шыңғырып кісінеп қоя берді. Не болып қалды? Бірдеңеден шошыды ма, әлде өрікті ме? Деп әкем кілт тоқтаған. Көлік кабинасынан түсті. Басқаларда жылдам түсіп, бізге қарай жүгіріп келеді. Қорапта тай құлыны мен көк бие бар. Әкем жоғары көтеріліп, «О, сендерге не болды?» Соншама жұлқынып, бар дауыстарыңмен даланы жаңғыртып, адамды қорқытыңдар. Тұяқтарыңмен тақтайды дүрілдетіп, тесіп жібере жаздадыңдар ғой. Енді аз қалды, шыдай тұрыңдар, деп сөйлеп жылқыларды өзінше тыныштандырған болады. Көк биені жонынан, басынан, жағынан сипап, иіскеп жақсы көреді. Әкем балажан ғана емес, мал жанды да. Жылқы атаулыны күтіп, баптағанды ұнатады. Қарақтарым-ау, мына көк бие жылап тұр ғой. Туған жеріне Көкшетауға оралатынымызды сезіп, қуанып кісінеген-ау. Жылқыкеш жылқы да туған жерінің қадірін біледі, біз ғой білмей жүрген, деп әкем толқып кетті. Қараңдаршы, жандарым, расында да көк бие жылапты. 2 көзі жасаурап тұр, дейді апам бізге қарап елжіреп. Біз де сағындық қой елді. Аман сау келгенімізге тәубе, деп апам кеңсеңдеп жылап жіберді. Барлығымыздың көңіліміз босап кетті. Жылқыда жылайды екен. Мынау қажап емей немене? Үнемі қызбелі жатсынып, ел жаққа қарай қашып бой бермеді. Әйтеуір Көкшетауға жеттім бе деп есі шығып жатқан шығар. Ауылға барғасын босатып қоя беріңдер. Көкшетаудың көк майса шалғынына тұяғын басып, емін-еркін шөбі шүйгін даласында аунап шапқыласын. Елге деген мауқын басып, сағынышын тарқатсын. Апырай,
жылқы баласының атамекеніне деген іңкәрлығы, сүйіспеншілігі бұлай болады деп кім ойлаған? Адам секілді көк биеде жылап жүрегімізді ауыртты ғой. Ақ қайыңдар тербелген орман арасында, жазиралы көкпеңбек көкше жерінде, тақтайдай тегіс жол бойында бәрі осылай деп ен даланы басына көтеріп, саңқ-сұңқ етіп сөйлеп, таңдайларын қағып, таңдануда. Мен қорап ішіндегі байлаулы көк биенің қасына жақындап келдім. Ішім алай-дүлей, буырқанған сезімге толы. Мөп-мөлдір екі көзінен жас тамшылары сорғалап ағыпты. Қайран көк бие-ай, мен секілді сенде туған жеріңді қатты сағынғансың-ау, деп оны аяп кеттім. Жасын сүртетін таза шөперек беріңдерші, дейді әкем. Шөперегі несі? Мә, орамалды ал, деп апам әппақ орамалды ұсынды. Әкем әппақ орамалмен көк биенің көз жасын ұқыптылықпен әспеттеп сүртіп, арқасынан қағып, суарып жем беріп, кішкентай баланы күткендей бәйек болуда. Қораптың жақтауынан секіріп мініп, мен де көк биенің қасына жеттім. Қол орамалмен көзінің маңайындағы қалған дымқыл жасты құрғатып, тазалап, маңдайынан иіскеп, көк бие, сен біздің үйдің құт берекесісің ғой. Жыламашы, көңілімізді босатып. Бұдан былай ешқайда кетпейміз. Тек туған жерде бәріміз бірге боламыз, деймін. Иә, ұлым, сен дұрыс айтасың. Туған жерден артық ештеңе жоқ, деп әкем мені қостап, көк биенің жалын салалады. Саусақтармен тарап, кекілін екі жаққа бөлді. Көк бие болса тыпыршып, бірнеше рет оқыранып, кісінеп, әкеммен екеуміздің бетімізден кезек-кезек танауын сүйкелей берді. Бізге еркелеген түрі ме деп қалдым. Көзінде манағы жас жоқ. Қуаныштың жарқылы бар секілді. Көк биеде тіршілік иесі. Онда да үлпілдеген жүрек бар. Ол да жылайды, ол да қуанады. Қандай қажайып құбылыс десеңші. Содан бері арада зымырап 48 жыл өтті. Көк биенің туған жерге келгенде жайбарақат жатқан орнынан ұшып тұрып, машина қорабын аяғымен тарс-тұрс ұрғылап, кісінеген, жүрегіңді елжіретіп, жан дүниеңді ауыртып, көзінен аққан жас тамшылары мәңгілік есімде сақталып қалыпты. Бұл көк биенің туған жерге деген сағынышынан аққан жас тамшылары екен-ау.